Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бастауыш сыныпта әдебиеттік оқу пәні бойынша жасанды интеллект құралдарын қолдану. Әдебиеттік оқу пәні 4 сынып, 4 тоқсан. Сабақтың тақырыбы ғарышкердің ас мәзірі. Оқу бағдарламасы сәйкес оқыту мақсаты 4-3-3-1 шығармашылық жұмысын сызба, диафильм, презентация түрінде ұсыну. Оқу мақсаты оқушылар шығармашылық жұмысын сызба, диафильм немесе презентация түрінде дайындайды, өз идеясын түсінікті түрде ұсына алады және түсіндіреді. Осы тақырып негізінде бізге берілген тапсырма презентация жасау. Оқушыларды 3 топқа бөліп, мысалы, 1-ші топ ғарыштағы дайын тағамдар, 2-ші топ ғарыштағы тәттілер мен сусындар, 3-ші топ ғарышкердің бір күндік ас мәзірі тақырыптарында курипод жасанды интеллект арқылы презентация жасауды үйренеді. Олай болса, қазір осы тапсырмаларды бірге жасап көрейік. Ең алдымен біз Google-ға кіреміз. Google-дың іздеу жолағына курипод деп жазамыз. Және де шыққан ең бірінші сайтқа кіреміз. Ең бірінші біз куриподты қолданбас бұрын регистрация жасаймыз. Және де регистрацияны өзіңіздің Google аккаунтыңызбен де жасап кіруге болады. Мен өзімнің Google аккаунтымның көмегімен осы курипод жасанды интеллектіне кірдім. Және де бұл жерде бізге оқушыларға берілген тапсырма презентация жасау болатын. Ең алдымен презентация жасау үшін, және де бұл жерде ең бірінші астына түсеміз. Және де бізде куриподта өте көп тапсырмаларды жасауға болады. Бізге қазір короткий обзорға кіреміз, және де нұсқаулықта жасап берген промптты копировать етіп, осы жерге вставить етеміз. Төменгі жағында тұрған стрелканы басамыз, және де қазір бізге курипод өзінің нұсқаларын жібереді. Яғни сізге қандай тақырып қызығырақ, және де қандай тақырыпта көбірек анықтама беру керектігін. Мысалы, бізге мінекей А, Б, С деп өзінің нұсқаларын берді. Яғни қазір мен бұл жерде А және де С нұсқасын таңдап көремін. Сол бойынша қазір бізге курипод презентация жасауға көп анықтама жинайды осы тақырыптар бойынша. Және де бізде курипод жасанды интеллекті осылай сабақ бойынша қысқаша анықтама береді. Біз генерация жасаймыз және де презентациямыздың фонын таңдаймыз. Қазір біздің презентациямыз генерация үстінде, және де астында көріп тұрғандарыңыздай, біздің презентациямыздың 2-ші, 3-ші, 4-ші беттері дайын. Енді қазір тағы да курипод әзірлеу үстінде. Кішкене уақыт күтеміз. Мінекей курипод жасанды интеллекті аз ғана уақыттың ішінде бізге осындай 15 беттік презентация жасап берді. Яғни бұл жерде біздің тақырыбымызға байланысты барлық ақпараттар бар, және де біз берген промпт бойынша осындай керемет презентацияны қысқа уақыттың ішінде жасап берді. Және де бұл жасанды интеллекттің бір ерекшелігі, яғни оны оқушылар да сабақтың үстінде қолдана алады. Мұғалім де осы презентацияны қолданып оқушыларға көрсете алады. Және де бұл презентацияда оқушыларға бөлек тапсырма берілген. Мысалы, мен қазір төбесінде жазылып тұрған «Попробовать как ученик» деген батырманы басып көрдім. Яғни біз қазір оқушының қалай осы презентацияны көретінін көреміз. Яғни бұл жерде экран ученика және де экран класса екі түрде шығады. Яғни бізде QR-код және де код беріледі. Қазір сол кодты біз оқушының экранына теріп жатырмыз. Кішкене ойланады, загрузка болады осылай. Және де әр кірген оқушы осылай өзінің аты жөнін жазып кетеді. Және де ол бірден біздің экран классы, яғни апайдың экранында көрініп отырады. Яғни кім кірді, кім кірмеді деген сияқты. Сосын апай осылай бастайды. Және де бұл презентация мұғалімнің де, оқушының да телефонында, не болмаса ноутбугында көрініп тұрады.